тоғатып жүрсіз ба? Жоқ, айттым ғой мен сіздерге адам сияқты. Мен не істеп жатырмын, не қойып жатырмын, мен сіздермен ғана бөлісем. Керек емес оны ана дебилға айтып. Барсай, келмейді ол. Сіздер не ата-анасы бермеген ақылды сіздер берем деп ойлап тұрсыздар ма? Керек емес. Айдос, сен жамандат. Білемін оның мені жамандамаған күні болмаған. Міне, Құдайдың өзі куә, сіздер де куәсіздер. Мен кіргенде ғана әңгімесі өзгере бастады. Үйленбесе одан ары үйлене берсін. Мен үйленем деген сөзіне кірген жоқпын. Кіріп алып, ауылда отыратын, ауылда тұрайық десе мен неме тұрмайым деп айтыппын ба? Болмаса қалаға кетейік деген кезінде дұрыс болды, ауылда тұрғым келмейді деп айтыппын ба? Мен сүймеймін, Гүлім ханым. Мен сүймеймін. Мен оны бағана видеодан, мен жаңа прямойда жаздым ғой, бағана басқа едің, қазір басқа болып сұмдықсың ғой сен дедім, дұрыс па? Бағана ғана видеодан Зарикошым, жаным, сүйем ғой сен, люблю тебе, без тебя не. Қаяқтағы қыз, ол қызым емес, мен қарындасым ғой, жиен қарындасым деп отырды. Ол мәселе қызда емес, ол наоборот үйлене берсін, маған жақсы, шынымен мен наоборот мен талағыма жеңіл болады да. Сөзбен мал қылып мені қажет емес. Болмаса мен тамақ істеп бермеппін ба? Болмаса үйін жинамаймын, өзің жинап ал деппін. Тіпті сондай болған күннің өзінде нағыз еркек болса, бір қатынды басқарамай ма не сонда? Жақсы, шүкір. Мен сіздерге өмір айтамын. Никогда мен не істеп жатырмын, не қойып жатырмын, айтпаңдар оған. Ол наоборот үйленем десе, Аллаху алим ғой, міне Аллаху алим. Өтірік айтсам балам мен ант етем. Мен наоборот қуанам. Просто сіздер ақыл сынып, барсай қысыңа, үйтсей деген сайын мені мал қылып отыратын білесіздер ғой. Неге сөйтесіздер? Заебалсыздар уже бар ғой. Ол жаңа кіріп алып ойлап тұр, мен ана үйленем дегенде кірді деп. Үйленбесе одан ары мен оған деген анау ажырасып бастаған сәттен бері айтып келдім. Тезірек үйлен да құрып кетші өміріңнен деп. Лучше барып қосы, заебал, өзің қосыл. Қуасыңдар ма? Мен не айтып жатырмын, сендер не айтып жатырсыңдар? Айтамын ғой. Осы видеоны, скрин видео істеп алатын адамдар, шын айтам, арттарынан іздеп жүріп тауып алам. Білесіңдер, осы күнге дейін ешқандай маған проблема емес аккаунтты іздеп тауып алу. Өсек тасып, анда-мұнда қанымды ішпетіндер. Мен ішім ашып атырған жоқ. Аллаху алейм дейм. Аллах, міне ішімде баламмен ант етем, үйленгенім маған жақсы. Үйленсін, мен ол үйленді деп айтты екен деп жылап атырған жоқпын. Топас, кімсің сен? Мен айтып жатырмын. Оған кіргенде, бүйтсей, Зарина бүйтіп атыр, Зарина сөйтіп атыр, жылады, көзінен жас ақты, толғағы кеп тұр, артынан барса керек емес. Нафиг надо маған дайнасқа тыққасық. Осы күнген жамандадым ба? Міне айтыңдар, отыр ғой көздерің. Осы күнген бірдеңе айттым ба осындай деп, қайта сіздер көресіздер. Бүкіл қайын жұртым кіріп ап малын шығарып отырады. Оны жаңа жаздым. Мен ол сияқты екі сөйлемеймін. Мен кірмей тұрып, не айтып отыр еді, дұрыс па? Мен кіргеннен кейін не айтты? Сәл соңында кішкене қарайлап үйреніңіздер. Мен мықтымын, білем оны, мен мықтымын. Бірақ менде де адаммын, менде де аяғым ауыр, менде де нервім кетеді. Біреу өтірік айта берсе, өсек айта берсе.
ажырастық, иә, ұрды, басымды жарды, екі бөлек өмір сүрсек те, әке шешемді цыгандар, малдар, далбайоптар деді. Шешең амы деп айтады, қыбас деп айтады, бір сыйластық жоқ. Арасында бір рет бір общагада тұрған кезімде бүйтіп арқасына көтергенін ғана айта береді. Мен оны арқама салып жүрген. Міне өзің отырсаң, Айдос, бүкіл үрім бұтағымен отырсаң айтайын. Аллах уәлим, өтірік айтсам, просто мен жыным келеді. Каждый раз күнде келеді, иә, скринда, каждый раз видеолар келеді. Сен мен жайлы айтатын, шыдап келем. Қайын жұртын не жазатын, шыдап келем. Қой, бүкіл әулет болып 20 жастағы менімен тіресіп жүр ғой. Ладно, бастары жеткен жер су шығар деп ойладым. Осын кейін әке шешемен қосып цыгандар, малдар, дым көрмегендер, времянкада тұрасыңдар, ужас деп. Міне қол көтермесе әкем басына кетем ба мен, басымды жарды. Мен сіздерге всегда айтам, шашым мына жері шығып қала береді. Білесіздер ма, қысқа шаштар бар жоғары жағында. Соны мен больницаға барған кезімде шашымды менің қырды, жарған жерімді қырды да тікті менің басымды. Өтірік айтсам, арамызда қаншама достарымыз бар, соны көрген. Келтатуласаяқта да жүрген адамдар көрді мені. Қанша ренжісте де мен қасына барып, сонымен бірге жүрдім. Алматыда жалғыз ғой деп өтірік ренжітіп боқтасып алады да, ұрсып қаламыз. Кешке қарай жазып тұрады, Зарькош жаным, кешірші, Зарькош күнім, ашу ғой, шайтанның уәсуәсіне беріліп кеттім. Мен жарайды дем, қой, шынымен шайтан тұр деді ғой, жарайды, кешірім барам. Қайтадан сол, соңдағысы басымды жарғаны, сен қасымда қалмадың деп айтып тұрды. Бүгін мен қасыма қон деді, қалмайым, мамам үйде жалғыз, маған бола жұмысынан келе жатыр дедім. Соған бола басым жарды, таки қалдым қасымда. Өтірік. Аямай осы мен туған күнімде мен қасына барған, қайыным келген сол үшін. Қайыным келген 2 күннен кейін, 12-сі ма, 13-ші ма, аямай сол үйде ұрған. Өтірік айтсам, Аллаху әлем ғой, Келтатуласаяқта 1-2 кейіпкер сол үйде тұрады. Еще ана Құнанбай бар қалауында, Жайнамен үйленген, олар да көрді. Мен осы күнге бір ауыз айтпай келатырмын, бірақ зайбалы уже бар ғой, ренжімесіздер, мен де адам баласы, мен де боқтаймын. Мен осы күнге қой артын ашпай қойын, қой тиіспей қойын, қой. Мен ол ақыл жолынан мені оған тоқтатып жүрген мамам айтады, керек емес. Никогда адамға біреуді жамандау арқылы ешқандай да ештеңе таппайсың деп. Мен айтам, таппаймын ғой, құрсын. Айтпаймын деп, тыныш қана келатырмын. Жоқ. И жаңа прямойға андай қып келтіріп жатыр, как будто мен оны үйленем деген ренжіп жатқан. Наоборот, үйленсін. Просто мен жаным ашиды, тиетін әйелге жаным ашиды. Бірге тұрмадық біз, мен айтайын, ауылда 2 ағапта тұрдық, қиналып жатқан жоқ, ана демей қойсын. Маған сыйластықпен қарап, ауылда тұра берейік десе, мен тұрам. Айтайын басынан, Айдос отырма, Айдосқа айтыңыздар, мен прямойыма кірсін. Ол өзін блокқа тығып тастады, мен басқа немен кірсін. Мен көзінше айтам, мен ол сияқты, ол жоқта мен жамандап, ол кіре саған кезінде, Айдосик, жаным, бірдеңе демейтін. Маған ренжіңіздер, егер осы күнге айтып келатсам да, мысалы. Міне, былай болды, білесіздер, басында ақшаға бола ұрыс шықты деген етін. Ол ито мен бойдақ күндегі ақшам ғой, бойдақ күндегі ақшама көз салды. Жарайды, ренжімедім. Бір тойда атанан келмесін, сен шешең пиздер шығар, бірдеңе деп кетті, дұрыс па? Сол кезінде эфирде көрдіңіздер, видеоны көрдіңіздер, қалай болған. Сол видеоны сол кезде шыққанына мен қатты ұялғам. Қазір наоборот Аллаға шүкіршілік етем. Аллах тағала көзімді ашқаныңа рахмет. Әйтеуір бір шынайы көзімді ашатын бір видео бар екен-ау деп Аллаға шүкіршілік етем да. Жарайды деп, мамам негізі сол кезінде бізді қосуға келген. Ана жерде ашумен айтты ол маған. Кетесің ба, жүрмемен қазір кетіп қал, болмаса қалды. Бірақ мен естедім, мен қалдым. Потому что мені мамам байға тидің ба, ажырасып кет деген деп тәрбиелеген жоқ. Қайтадан қосылдық. Эфирде той болатын болды, ата-енем келетін болды, келді. Содан кейін бір күннен кейін барлығымыз ата-енем бәріміз бүкіл семьямен кеттік.
Созаққа кеттік. Сол жақта нормально тұрып жүрген кезінде январьдың 1 күні ешқайда бармадық, Айдос екеуміз үйде болдық. Сонымен 2 күні қонаққа шақырды.